Қайнар сыйлығы алдына мақсат қойып, оны бағындыра білетін, сол қасиетімен көпке үлгі болып жүрген жалынды жастарға берілетін бірегей марапат. Биылғы жылда жастардың жоғары дәрежедегі сыйлығы лайықтыларға табысталды деп айтуға негіз бар. Мысалға, Асыл Жұманов Қарағанды облысы полиция департаментінің теміржол полиция қызметкері. Жұмысқа бара жатып, отқа оранған үйдің ішінен бірнеше баланы аман алып қалған. Осы ерлігі үшін президент қолынан да медаль алған. Енді міне туған жерінде де қошеметке бөленіп отыр. Бұл өте жақсы шара деп есептеймін, өйткені жастарға үлгі болады, болашаққа сенім. Қазақ жастары отан сүйгіштік, намысты және де бір-біріне деген сенім, көмек қолын соза білетін, ел үшін жан ашитын жастар болу керек. Облыс әкімінің орынбасары Асхат Қанатұлы да бұрын дәл осындай марапатқа ие болған. Ол жастардың проблемасы мен қажеттілігін жақсы біледі. Биылғы жастар жылы қарсаңында бірқатар атқарылатын жұмыстар бар екенін ашық айтты. Тек ол әдеттегідей флешмоб концерттермен шектелмей, нақты жұмыстар жүргізілуі керек деді. Біз үшін әрине де жастар жылы деп әртүрлі флешмобтарды ұйымдастырып, әртүрлі жаңағындай жиналыстарды ұйымдастырып, жай ғана мәселелерді талқылау емес, осы елбасының берген тапсырмасына сәйкес облыс әкімінде бізге тапсырма берді. Биылғы жылы осы барлық жастар жылына арналған бағдарламалар, жобалар, олар нағыз осы жастардың проблемаларын шешуге бағытталған болады. Сондықтан әрине де биылғы жылы сіздер де, біздер де үлкен жақсы жұмыстар күтіп тұр деп айта аламыз. Биыл 10 аталмыш бойынша барлығы 115 үміткер өз құжатын жолдаған. Олардың әрбіріне облыс әкімінің сыйлығы, диплом және қайнар мүсіншелері табысталды. Бұл жастардың талап талпынысына тың серпін берер анық. Дәуренбек Бағдәулет, Қайрат Әлиев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.